Қайырлы күн асхана ханшайымдары. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді дөнер жасаймыз. Видеоны аяғына дейін тамашалап, пікір қалдырыңыздар, және де алдағы уақытта видеоларды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп кетіңіздер. Үйлеріңізде кез келген піскен ет болатын болса, осы дөнерді міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен 1 чайный ложка кетчуппен 1 чайный ложка майонезді араластырып, лавашқа жағып шығамыз. Бұл біздің дөнердің соусы. Осыдан кейін дөнеріміздің салмасын салып шығамыз. Менде 5 бармақтан қалған жылқының еті. Жылқының еті, помидордың 4-тен 1 бөлігі, үлкендеу помидор болса 4-тен 1 бөлігін саласыздар, және де қиярдың тілімдері, салат жапырағы және міндетті түрде сыр болуы қажет. Салмасын кез келген өзіңізге ұнайтын дәмдерден жасасаңыздар болады. Мысалы, тауықтың еті де өте дәмді болып шығады. Копченый тауықтың еті болса тіпті дәмді. Егер салат жапырақтарын ұнатпайтын болсаңыздар, оны алып тастасаңыздар болады. Және де сырды міндетті түрде қоссаңыздар, қыздар, себебі лаваштарыңыз сухой ғой, ал сыр мен соуспен өте сочный болып шығады. Кәдімгі фаршты қуырып алып жасасаңыздар да болады. Өте тоже дәмді, сочный болып шығады. Және лаваштың екі шетінен осылай бүктей отырып, дөнерімізді дайындаймыз. Лаваштың 4 жағында жаба отырып бүктейміз, яғни салмасы түсіп қалмау керек, ағып кетпеу керек деген сияқты толыққанды қадағалай отырып бүктейміз. Және қызып тұрған табамызға екі жағынан пісіріп аламыз. Егер гриль сковородкаларыңыз болса, тіпті жақсы, ал болмаған жағдайда кәдімгі сухой сковородкада екі бетін аудара отырып, осылай пісіріп алсаңыздар болады. Дөнердің сырты хрустящий, ал іші өте сочный болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Түскі асқа немесе таңғы асқа қолдансаңыздар керемет болады. Ас болсын, қыздар, жасап көріңіздер.